Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Арайлым. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен тауықтың етін гарнирімен бірге духовкада пісірудің әдісін көрсететін боламын. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Ең алдымен бізге тауықтың еті қажет. Кез келген етін пайдалансаңыздар болады. Менде тауықтың аяқтары. Жақсылап етімді жуып алғаннан кейін үстіне дәмдеуіштерді қосып, жақсылап араластырып алатын боламын. Дәмдеуіштерге мен тұз, бұрыш, паприка, 2 тісше сарымсағымды, яғни чесногымды турап қостым және кепкен кинза шөбін пайдаландым. Жақсылап араластырып алып, біраз дәмі сіңгенше қоя тұратын боламыз. Дәмі сіңгенше біз басқа салмаларымызды әзірлейміз. Пиязымызды аршып, жақсылап жуғаннан кейін турап алдым. Ұсақтап, сәбізімді де 4 бұрыштап ұсақтап турадым. Үккіштен өткізіп қосуға да болады. Одан кейін табамына сары майды турап қостым. Сары майдың орнына сұйық майды жағуға да болады табаға. Үстіне жуылған қара құмығымды қостым. Бірнеше рет жуып қостық. Үстіне сәбізімді және пиязымды туралған 1 ас қасық тұзбенен жақсылап араластырып алдым. Қара құмықтың орнына күрішті қосуға да болады. Күріштің дәмі де тауықтың етімен өте жақсы үйлеседі. Жақсылап араластырғаннан кейін үстіне тауықтың етін орналастырып аламыз. Орналастырғаннан кейін үстіне қайнап тұрған суымды құятын боламын. Қайнаған судың көлемі қосатын сіздердің қосқан қара құмықтың көлеміне байланысты. 1 кесе қара құмыққа 2 кесе су құятын боламыз. Су құйып болғаннан кейін бетін фольгаменен жауып, қызып тұрған пеште 200 градус ыстықта 40 минут пісіретін боламыз. 40 минут уақыт өткеннен кейін бетіндегі фольгамызды ақырындап алып, беті ашық күйінде тағы бір 20 минут пісіреміз. 20 минут өткеннен кейін біздің асымыз дайын деген сөз. Уақыттарыңызды үнемдейтін рецептпен бөлістім деп ойлаймын. Жұмыстан шаршап келгенде деген оңай астардың бірі. Сіздердің қосқан гречкаларыңызды бір-біріне жабысып қалмайды. Өте шашпалы болып шығады. Дәмі сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Ас болсын. Менің арнамда әлі талай дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Келесі рецепттерде кездескенше сау болыңыздар.